тастанды бала едім. Сонда күйеуге шыққанда да постоянно сен тастандысың, сенің терің жоқ, сенің әке шешең жоқ деп бетіме салып қыла берді деді. Сонда ол кісінің өзінің кім екенін ұмытып кеткен. Барлығының көңіліне қараймын, анаған жағам, мынаған жағам деп өзі совсем теріс қарай кетіп қалған ғой. Содан даже балам ЗПР болып туылды дейді. Сөйтіп особенный ребенок болды дейді. Соған мен қазір переживать етіп жүрмін дегенде, мен соны разбор жасаған кезінде сұрады да, сені не қызықтырады өмірде? Өмірде сенің қандай қызығушылығың бар дегенде, даже ол кісі өзінің соншалықты өзін ұмытып кеткен, соншалықты өзінің даже қызығушылығын ұмытып кеткен ғой. И сол кезде солай айтты. Мен өлең айтқанды жақсы көремін. Хорошо, давай сен өлең айтшы дегенде, ол даже өлең айтуды да ұмытып кеткен екен. А на самом деле ол кішкентай кезінде ол өлең айтуды жақсы көреді. И сөйтіп өлең айтып бастағанда оның көзінде уже жанар пайда болды. Ол мен, оказывается, өлең айта алады екен ғой, мен вообще супер екенмін ғой деген сияқты оған понятие келіп, ол барлық уже отношениясын, өмірге деген отношениясын менять етіп, анау көз алдында анау адам өзгеріп кеткенде мен бұл жағдайды қазірге дейін ұмыта алмаймын. Себебі бірақ нәрсе, адам өзін жақсы көру керек, өзінің қалауын беру керек. Сол қалауын дәл қазір, дәл сол сәтте алған кезінде ана кісінің уже өмірге деген көзқарасы өзгереді.